Барлықтарыңызға сәлем. Бұл Аламан Лайф. Бүгінгі бағдарлама Талғат абайлашы, мына жақ сағатын бірден келші. Талғат. Айттым сағат деп. Бұл Аламан Лайф. Біз бастаймыз. Осында талай адамдар айтты. Әбден сабырлы болғаннан кейін бір жігіт осында есімде өткен ағымда жүгіріп өтіп бара жатқан кезде машина қағып кетті дейді. Міне пешеходпен қағып кетті, ұшып түсті. Бұрынғы кез болса дейді, жүгіріп барып ананың терезесін шағып, шопырды жұлып алып сабап тастаушы едім дейді. Аунап түскеннен кейін тұрдым да, қарасам, ашуланайын десем ашу жоқ дейді. Құдай айтады, автобустан түскем дейді, бір қора адам қарап тұр дейді. Қасына бардым да ана шопырды айттым дейді. Анау шошып кеткен дейді. Анау здоровый жігіт өзі. Шошып аға деп еді айттым дейді. Айналайын. Мынау пешеходен переход қой. Өзім жүгіріп келе жатқам дейді. Мен жүгіріп келе жатырмын ба, жай келе жатырмын ба? Өлтіріп тастасаң қайтесің дедім де кетіп қалдым. Артынан өзім таң қалдым дейді. Ашу жоқ. Ал енді жаңа жерде сабыр деген сақтай алмай қаласың көп жерде, қаның басына шықса. Солай ғой. Соң екінші бір мысал, бір жігіт жазып жіберді. Астанаға кетіп қалғам дейді. Соң бір аптадан кейін әйелім звондайды дейді. Қайынбикесімен екеуі ұрысып қалған. Әйелінде мінез жан болуға тиіс. Қайынбикесі ана жігіттің жеңгесімен. Айтты, бастырмалатып ұрысып жатыр дейді. Анау маған роза звондады, маған наез жасады, кім ол соғырша, өзінің баласын жөндеп алмай ма, анау мынау деп айтып жатыр енді. Соң тыңдап болдым да айтын дейді. Ей Ғалия, болды енді жарайды, оған қайтесің, сен ақылың бар ғой сен. Соңғыра сен ақылдысың ғой. Енді итпен ит болып қайтесің. Болды айналайын деп жаным деп едім. Анау шок болды дейді. Өткен дейді, бұрын үйткен кезде жеті атасын тура сыбап, басына қаптап беретін дейді, санап беруші едім дейді. Қатын аузың жап, сен кімне, немене, сен келгеннен кейін сенің әкең шешең деп айтатынмын дейді. Соң сөйтіп айтып едім, әйелім шок болды дейді, трубканы қоя салды дейді. Сол күні өзім күндіз-күні ой күліп жүрмін дейді. Ашуланайын десем ашу жоқ. Сондықтан сабыр сақта деген мен ғылым түрімен айтып отырмын. Өйткені мына жүректес, мына оны ол үшін мына Кемел деген тұлғаға қатынасып, жүрек үйлесім медитациясын жасаған кезде қашан сен сабырлы боласың? Сабыр жоқ болған. Қашан сен өкінбейтін боласың? Өкініш жоқ. Қашан сен қорықпайтын адам боласың? Жүрегіңде қорқыныш жоқ. Окей? 4 құбылас тең адам деген сөз. Кеттік. Дизайн деп ойластырып алады. Соң кейін 6-шысы қазірде Аламанда негізгі біздің үйрететініміз өмірлік мақсатын, не үшін келдің, бойыңда қандай қабілет бар, сол өмірдің жолын тауып алу. Осы рух мәңгілік жүректенсін. Білесіз бе? Аламанның болып жатқанына 5 жылдан астам уақыт болды. 34-ші ағым артта қалды. Дәл қазір 35-ші ағым болып жатыр. Осы жерден қаншама кәсіпкерлер, қаншама миллионерлер, қаншама шабандоздар шықты десеңізші. Тарихты тек қана оқымайды, тарихты жасайды демекші, бұл біздің тарих. Және де бұл тарихтың кейіпкері дәл сіз бола аласыз. Өмір бізге бір ғана мәрте беріледі. Оны жалқаулықпен, көре алмаушылықпен және де жалшылықпен өткізу бұл сіз үшін үлкен қасірет. Сондықтан барлығын өзгертетін сәт келді. Біз сіздерді Аламанда күтеміз. Өмір бойы әскери адам болған, кәсіп жасауға вообще жоқ болған. Міне осы жақында жұмыстан шығып, бастайын деп, Аламанды күтпей, ақындап мына видеоларды қарап, сіздің бір видеоңыз шығып еді, ана шариктар бойынша. Мен қолымнан не келеді деп өзім күмәндан жүрдім да, сол шарик деген асы не жоқ қой деп, соны бастадым. Кеше күні бойы жұмыс істеп, кеше 90 мыңға сатып, кішкене табыс нетіп жатыр. Жақсы. Соны үйрендім. Мен фруктовый букет жасап айналысамын. Сол осы неге келгелі жаңағы офер жазуды, видео түсіріп, фотосессия жасап, сөйтіп Инстаграмға салып едім. НТК каналынан 75 штукқа 8 мартқа заказ түсті. 687 мың. Табысы қанша болады? Табысы 300 мың. Табысы 300 мың теңге таза табыс. Супер ме? Бірақ не көмектесті? Сол офер жазу, видео түсіру, монтажда. Сапалы сурет салу. Осы уақытқа кеше өткен сабақта мен пылесосты айтып едім. Пылесостан пайда таптым деп.
осы уақытқа дейін сабақ аламанға дейін менің қалыптасқан пікірім, яғни сату өнері деген ол бір адамға туа біткен нәрсе деп ойлайтынмын. Өйткені ондай бір сата алмайтын еш нәрсені мен. Жаңағы сабақты үйреніп, OLX жаңағы офер сабақтарын, особенно видео тыңдап, жаңағы чаттардан өткен сабақта пылесос сатқан жетістігімді айттым. Осы жолы кеше реклама салдым, оптом басқа қалаға товар жібердім. Нөлден бастадым, ешқайда шыққан жоқпын, ешқайда барған жоқпын. Бір тиын ақша салған жоқпын. Ешқандай ақша салған жоқпын. Қанша табыс болды? Енді мен жарнамаға жаздым, минимальный заказ 60 мың теңге деп. Олдағы оптом сатқандықтан бірінші пайдам 5 мың теңге болды енді. Бірақ ол нөлден бастадым, ешқандай ақша салмадым. Клиент довольны. Күймейтін нәрсе деп жер алып қойған болатын 6 миллионға. Соны кеше 27 миллионға саттым. Керемет. Енді не көмектесіп жатыр нағыз? Не көмектесіп жатыр? Бұл жерде шындық керек, сенімділік. Мен бұдан алдын ешқандай сенбейтінмін де. Ой, болмайды дейтін, бұдан 6 жыл бұрын алынған нәрсе өтпейді, қара жер жатты сол жерде деген болатын. Қазір енді кеше маған хабарласты, бүгін әкпем Ақтау қаласына ұшып кетті, соның сделкасын жасағанға. Тамаша, қуаныштымыз. Қайырлы күн қандастар. Нөлден кәсіп бастауға және маркетингтің соңғы 8 құралын үйрететін Аламан курсына қатынасу енді бұрынғыдан қолжетімді болмақ. Яғни Аламан курсын Каспирет, Халық банк арқылы 3 айдан 12 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Толық ақпарат алу үшін төменге нөміріңізді қалдырыңыз. Сіз балгерсіз ба? Иә, балгерім. Маған жігіттер қарамай жүр дейсіз. Жігіттер қарамаса, кәсіп баста. Асына көлік мін, жақсылап боян, арман киінсен бәрі қарайды. Ақшам аз менің. Ақшан аз болса, бизнес баста. Ақшам мүлдем жоқ. Ақша мүлдем жоқ болса, срочный бизнес баста. Сіз де балгер деп жүрсем. Балгер болғанда балгермін ғой. Өзің ғой болмайды сұрақ қойып отырмын. Сұрақ демекші, бізден көп сұрап жатады, Аламан лайфты ағайдың съемкаларын қалай жасайды деп. Бәрі оңай, біз сіздерге көрсетейік, кеттік. Арнайы Аламан лайфтың көрермендеріне біз бүгін Ахметбек Нұрсиланың YouTube каналындағы видеолар қалай түсірілетінін көрсететін боламыз процесті. Тоқтат. Майымыз ешкім. Тоқтат. Сен де ғой сотқа. Кімде тел? Оператор жігіттер дайындалып жатыр. Осылай съемка алдын ала келіп дайындалып басталынады. Мен өтірік шапалмайды. Мынау сол кездегі мәшine үстіне қойынады. не Анау дұрыс сияқты бағана бірінші кетсіз ғой. Біздің жұмыс осы. Дұрыс, бұрыс. Айтып отырмыз. Қысқаша процеспен таныстырып өтейін. Бізде таңертең тұрдық. Таңғы сабақ болды. Таңғы сабақтан келіп енді съемкаға келдік. Съемкаға операторы бар, алдын кеше түнде дайындалды, және де бүгін сценарий барлығы жазылып, алдын ала запистер жазылып, солай жасалынады. Нағыз мамандар солай жасауы қажет. Жаужүрек мың бала бәрі осы жерде түсірілген. Көшпенділер. Ана Сартай қашып келе жатады ғой. Сол кезде осы жерде біз ғой күтіп алғанда әзір көрініп тұр ма не? Камера көрініп тұр ма? Наушник. Кино болады. Естеріңізде болсын, съемкада ең маңыздысы бұл сценарий. Содан кейін барып режиссерский постановка қойылады. Сосын актерлар, сосын монтаж. Негізі бұл YouTube дорогое удовольствие деп айтады. Өте қымбат, ләззат дейді ғой. Видео түсіру, монтаждау, үлкен команда құру, бұның барлығы үлкен қаражатты және үлкен еңбек талап етеді. Сондықтан каналға тіркеліп алыңыздар, көріп жүріңіздер, өте қызықты, жақсы материалдар шығаратын боламыз тек сіздер үшін.
арнайы ББ Лайфқа бизнес бастау Нұрсила каналдарына тіркеліп алыңыздар. Айталық, мынау байлық, бай адам, мынау орта жағдайда адам, мынау кедей адам дейік, да? Бар ғой? Кедей, орта, бай, да? Бай. Қазір мынау битіп келе жатыр да? Мынау бай болса, мынау кедей. Мына баспалдақ бар ғой? Мынау орта жағдайдағы адамдар айтайық, бұлай дейік, да? Қазір бұл жағдай бай битіп көтеріліп келе жатыр. Мынаған шығу арасы алшақтап бара жатыр. Өте алшақтап бара жатыр. Келсесіздер ме? Да? Біреу, мысалы, кеше Қайрат Нұртасты айтты, 200 мың теңгеге әбет ішеді деп шешесі мақтанған естеріңде ме? Барып түсті, 200 мың теңгеге тамақ іше салады дейді. Соң кейін жаңа келсем, менің қасымда 2 жыл жүрген адам Қайрат құл, Нұртас құл. Нұртастың өлеңін қойып қойғанда. Соң кейін соның подписчигі бар, 2 миллион подписчик. Солар лотерея ойнатады, машина ойнатады, еще халықты топастандырады. Халыққа қарсы өтте жаман неме сіңіріп жатыр. Халық топастандырады, оң кейін түгі жоқ адам ананың киноны көреді, ананың әнін көреді де сол сияқты болған өзінше нетеді. Ол 200 мың теңгеге фонограммамен халық өлең айтады да 200 мың теңгеге әбет ішеді. Менің формулам рас. 7-ге жетіні қоса алсаң, бәтіңкеңнің бауын байлай алсаң, сен Қазақстанда миллион теңге таба аласың. Таппасаң, бірақ нәрсе кінәлі. Сенің табансыздығың, өзіңе деген сенімсіздігің. Олай болғанда, бағана кәріс баласы сияқты сенің өмірің подвалда өтеді. Ары қарай алшақтай береді. Байлар мен кедейлердің арасы алшақтай береді. Табалдырық биіктей береді. Пока ырғып шығатындай немене бар. Мынаған секіріп шығуға болады ғой, секіріп шықшы мына. Шығуға болады. Енді 1 жылдан кейін мынандай болатын болады. Уже секіріп шыға алмайсың. 2 жылдан кейін анандай болатын болады. 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін, құдай ақ мен шындығын айтамын. Пока мына баспалдақ төмен, секіріп шығасың, секіріп түсесің. Да? Құлақпасаң қайтадан секіріп шығасың, давай, қайтадан. Қайтадан секіріп шығады. Пока бар мүмкіншілік. Бұл мүмкіншілік жіберіп алмаңдар. Шындығы келсесіздер ме? Қиындай береді. 20 мыңның қойы қазір 40-45 мың болды ғой. Ертең 100 мың болады. Сол кезде бала шағаң немен асырайсың? Қазір сондықтан бүкіл шегірткелерден шығамыз. Инстаграмнан қарау тоқтатамыз. WhatsApp'тағы келген сайқы мазақтың бәрін тоқтатамыз. Тек қана пайдалы ақпарат, өзімізді дамыту. Денсаулық плюс білім. Жақсы ма? Құрметті көрермендер, сіздерге жақсы жаңалығым бар. Осы, көзіне қарашы. Осы жақсы жаңалығым бар. Құрметті көрермендер, біз жақын арада осы сен айтып отқан жоқпын. Мен ғана тұрмай жатырмын да. Брат, біз съемка жасадық. Маған бәрі, маған сөйлеп тұрмын. Жүр сөйлесіп бәтер. Тұрат жолың қайда баратыр? Жүрсе көрсетем. Тоқташы, сөйлесіп тұрмын. Сөйлесек конкретно. Қайда кетті сен? Аламан ғой, кеп тұр сөйлесеміз. Ол үшін істеу керек. Ол үшін подписка жасайсыз, және де осы видеоның астына телефон номеріңізді қалдыруыңыз керек. Видеоны аса лайк басыңыз, достарыңызға таратыңыз. Сол, сөйлесеміз бе? Кетіп сөйлесеміз. Қайырлы күн қандастар. Нөлден кәсіп бастауға және маркетингтің соңғы 8 құралын үйрететін Аламан курсына қатынасу енді бұрынғыдан қолжетімді болмақ. Яғни Аламан курсын Каспирет, Халық банк арқылы 3 айдан 12 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Толық ақпарат алу үшін төменгі нөміріңізді қалдырыңыз.